Әбіш енді сол Қалдыбай туралы сұрап еді. Кәкітай екі көзі күлімдеп, қатты дауыстап бір күлкілі әңгімені айтып кетті. Қалдыбай деген сыртына қарасаңыз өте салмақты, аз сөйлейтін, аса тыныш, момын адам сияқты. Соның аулында бір көршілес есерлеу жігіт болса керек. Қалдыбай жігіттің өзіне байқатпай, оны әркімге ұрындырып төбелестіре береді екен. Бір күні көрші ауылдың тағы бір соған ұқсаған және мықтымсынған жігіті келіп, Қалдыбай үйінен шәй ішіп отырыпты. Сол кезде анау аулындағы жігіттің осы үйге тақап келе жатқан үні естіледі. Ол есікті ашып кіре бергенде Қалдыбай екі жігітке естірте, бірақ қатынына айтқан боп бір ауыз сөз тастайды. Япырай, осы екеуі қырбай деп еді, қақтығып қалмаса игеді дейді. Сонда үйде отырған желөкпелеу жігіт анау кіргенде, әй, сен менің үстіме неге кіресің дейді. Анау дүрсе қоя береді. Сенің үстіңе мен кірмей, енді дегенде Қалдыбай іле жөнеліп, айттым ғой, бұл екеуі енді төбелеседі деп қалады. Сол-ақ екен отырған жігіт, сен не дедің атаңды деп орнынан жұлқынып қозғала береді. Сонда Қалдыбай дастарханның бір шетін шапшаң жия беріп, ал қатын, енді бұлар төбелесті. Пай-пай, аяқтарының астында қаламыз-ау, ойбай, шыны аяғыңды жи, ал ұстасты, дейді. Енді екі ауысар жігіт бір-біріне қарап тап беріседі. Жағаласып қалады. Сол кезде Қалдыбай қатынына, бұның екеуі де дәусіген неме болатын. Сен екеумізге араша бермейді, бұлай тұр, бері шық деп үйдің ішін төбелеске босатып береді. Аналар жұдырықтаса бастайды. Сонда Қалдыбай төсектің үстіне тапжылмай отырып, айтам ғой, араша бермейді деп, ойбай қатын жүгір, сен барып ұзынаяқ Мұсаны шақырып кел, сол айырсын, менің дәрменім жоқ деп отырып қалады. Қатынын жұмсаған ұзынаяқ Мұсаның үйіне дәл жарты шақырым жерде. Әйел кетерде бұл айғайлап та қояды, келсін деп айт, әйтпесе ол келгенше бұл екеуінің төбелесі басылмайды деп қалады. Сөйтеді де өзі тағы да жым-жырт отыра береді. Екі жігіт әлі төбелеседі. Айыратын кісі жоқ. Арашашы болмаған соң өздігінен тоқтауды екеуі де тағы намыс көреді. Жеңілгеннен тоқтады дейме. Сонысымен сілесі қатқанша төбелеседі де, біраз уақыт тұрып алып тағы жұдырықтасады. Әбден титықтап болсады. Сол заманда зорға дегенде ұзынаяқ Мұса келсе, екеуінің бар қуаты бітіп, ырсылдап, тек қана құр ұстасып тұр екен. Ұзынаяқ Мұса есіктен кірмей жатып, араша деместен-ақ, сілесі қатқан бойларында екі даңғой бірін-бірі қоя беріп құлай-құлай кетісіпті деседі. Кәкітайдың әңгімесін алғаш естіген Әбіш ішек сілесі қатып, күліп тыңдады. Кейін өзінің көтеріңкі көңілді қалпымен Павловқа түгел жеткізіп, күлкі түрде әңгімелеп берді. Павлов та қатты күлді. Ол басын шайқап таңданып, мистификатор, лавкой мистификатор деп күлді. Аз уақытта бұл топ және де ақындық еңбек жөнінен әңгімелесіп те кетті. Енді Көкбайдың Абылай жайынан жазған дастаны сөз болды. Ақылбай жазып жүрген Зұлыстың жайы, Мағаш жазам деп ниет қылған Медғат Ғасым туралы да көп ойлар айтылды. Жастар кешке шейін осындай бір нәрлі, ұзақ дәрістей мәжіліс атқарып жатқанда, Абайдың жалғыз өзі жаңа шыққан әлек сөздің әуресінде отыр еді. Тәкежандар сәлемін жеткізуші Шұбарды тыңдағанда, Абай оның жүзіне салқын, сыншы ажармен қарап отырып, олар осылай депті, ал сен өзің қалай дейсің дейді. Абайдың жалған сөзді сүймейтін мінезін Шұбар жақсы біледі, және қалтарыс, бұлтарыс жасап көргеніңмен оны танымай қоймайды. Соны шапшаң еске алған Шұбар өз ойында айтты. Жылы берілген соң басталып отырған сөз ғой. Бірер айға асықпаса да болар еді. Бірақ сөз басталып қойған соң, созғаннан да не түседі деп білем деді. Абай да осыны ойлағандай болды. Ендеше айтып барыңдар, мейілдері білсін, лайығы осы болды деп, ол екеуі шеше, мен шырақ бұзам ба, бастасын сөздерін деп, біраз отырып қалды. Көңілінде Оспанды аяған бір уайым туды. Ол өліп, бүгін оның арын үлеседі деген сұмдық шығып отырғаны мынау. Ойласа, бар өмірде Оспан мен Абай үшін Тәкежан мен Ысқақ туыс еместей, алыс жандар боп өткен екен. Енді Оспан жоқ. Бұлар болса, қылшығы құрамаған, тың сергек естияр болып дүниелік үшін ентелеп отыр. Келіп отырған Шұбарда олар сөзін
мінезін терістемейді. Абай өзін осы туыстар арасында жалғыз, жапа-жалғыз сезінеді. Бірақ ол бұның үйренген күйі. Ендігі өмір сыбағасы жалғыздық. Осыны еске алу, ойы мен бойын тез жиғызып іштей оңай қатайтты. Жалғыз-ақ өтінішім, бұдан ары көзбе-көз отырып сөйлесейік. Сен екеуің бастан аяқ болыңдар. Және Оспанның олар да біздей туысы еді ғой. Ана Смағұлды, Шәкені де шақыртсын деді. Осы күні түс ауа Оспан ауылында бар туыстар жиналды. Жақында ғана жатақтың жанжалында Абай қандай қызу, қайсар, даугер, бітімсіз болса, бүгін мүлде баяу. Өзгелердің ынтыққаны мал мұра ғой. Бұл оған елеуремейді. Сондықтан кейінгі бар сөзде тартымды салқын қалды. Абай ең алдымен Тәкежанның өзін сөйлетті. Тәкежан ұзақ сөйлеп, өлгеннің артынан өлмек жоқ, тірі пенде тіршілігін етеді деп келіп, әуелі оның малын үлесу бір шешеден туған 3 туыстың еркі екенін айтты. Ысқақпен өзінің сөзі қосылғанын сездірді. Үлес жөнінде әлі ойын ашпаған Абай болғандықтан, енді бұның өзінен ішіндегі ниетін сұрады. Абай бір жұмада Қарамола Шербешнайына жүретінін ескертті. Жолға 2-3 күн керек. Сонда бұндағы іске 4-5 күн уақыт бар екен. 5 күнде бітпейтін сөз бола ма? Тек ойдағы ниет байлаудың бәрін ашып, ортаға салу керек деді. Өзінен күткен алғашқы жауап мал мүлік үлесі болғандықтан, Абай, үлес болсын, менің қарсылығым жоқ деген. Тәкежанға, қалай үлесем дейсің? Бар малды қыстау қонысты, үй мүлікті өзің тегіс есепке алда өзің үлестір, өзің биле деді. Осымен алғашқы күн барлық ағайын болып түгел тобымен Оспанның бүгінгі қолда бар жылқысын, қойын, түйе, сиырын тегіс есепке алумен болды. Оспанның 3 әйелі 3 қыстауға ие болатын. Үлкен үй Еркежан қыстауы, Жидебай болғанда, соның күншығыс жағында 3-4 шақырым жердегі Мұсақұл бұл күнде Зейнеп қыстауы болған. Тәкежан Шыңғыстан мол қыстау салып, сонда көшіп Оспанмен келісуі бойынша Мұсақұлды Оспанға беріп еді. 3-ші қыстауда Оспанның кіші әйелі Торымбала бар. Ол қыстау Барақ деген жерде, Жидебайдың батыс жағында. Бұл да Қозыкөш жерде. Қазір ол қыстаулар мен көктем, күздеу, жайлау атаулыда соңғы жылдар Оспан ауылы отыратын құдық, бұлақ, бастау, көл, өзен, қорық, пішендік бәрі де есепке алынды. Алғашқы күннің сөзі Қаражан Мәнікеге жеткенде, ол екеуі тамсанып, таңырқап қалысты. Абай үлес болсын депті. Барды өзің үлестір, үлкен сенсің деп Тәкежанға жол беріпті. Өзі таласатын кісі тәрізді емес дескенде Мәніке, Айнекемнің бұнысы шыны ма, сыры ма, кім білсін, артын күтейік. Ал Ақкеме беріпті ғой, онысы рас болса, ертең Ақкем бар үлестің үлкені өз алатынын айтып берсін. Несіне күмілжиді, кісіге айтқызып не қылады. 3 туысқан бірігіп, кесіп пішеміз деген екен. Енді өз қолына беріліп тұрған тізгінді өзі билесін, босатпасын деп мәслихат етті. Осы кеңес көңіліне ұнаған Қаражан Әзімбаймен де оңаша сөйлесті. Ол да дәл осы, басқа сөз жоқ деген. Сонымен Тәкежанға үй ішінің, ағайынның ақылы осы деп Қаражан байлау айтты. Ертеңгі бас қосуда Тәкежан үлкендік жолы бойынша үлкен сыбағаны өзі алатынын сөйледі. Абай бұған да қарсы болған жоқ. Сонымен күздеу, көктеу жайлауда Тәкежан мен Ысқақ алатын жерлердің бәрі шешілді. Малды да ұзын мөлшермен Тәкежан өз орайлап сөйледі. Өз сыбағасын, Ысқақ сыбағасын атады да Абайға, сен нені алмақсың, соныңды енді өзің айт деп еді. Абай, әзірге мал үлесінде, қоныс, өріс үлесінде Оспан үйінен алмаймын деді. Бұл үй атамның, кешегі анамның үйі. Орны жоғалып кетпейді. Жоғалтуға бізде ерік жоқ. Бар үлестер алынған соң, кім ие болса да қара шаңырақ қалады. Кімнің үлкен үйге ие болсаң да, менің үлесім жойылмайды, орнымда тұрады. Үлесім жоқ демеймін, бір кезде алармын.
Қазір өз мүлкім өз басыма жетеді. Үлесте мені бар деңдер. Бірақ дәл қазір маған деген малды, жерді маған бөліп жарып бермей-ақ қойыңдар. Ал екеуің маған қарамай алатыныңды ала бер деді. Тәкежан үйінде осының артынан сөйлеген сөзде Әзімбай әкесіне ендігі айланы өз айтып берді. Абайдың сізге бергені рас болса, дәл үлкен үйге өзім кірем деңіз. Және Еркежаннан сөз бастамасаңыз, онда бергі сөздеріңіз бәрі де бергі жердегі хайла шарғы ғой, деп бүлк етті. Соңғы күндер әке-шеше арасындағы сырға сырттай араласып, бойы үйренісіп алған арамза жігіт енді қай арамдықты болса да бастайтын, батыл айтатын кезіне жеткен. Тәкежан 3-ші күннің кеңесінде анық тың сөзін үлкен сырын айтты. Жолың үлкен деп Абай Ысқақ екеуің болып, бар байлауды маған бергенің рас болса, ендігі сөздің үлкені қыстау, және бәрінен түбегейлі сөзі шаңырақтар, жесірлер жөні. Сол шешілсе, өзгенің бәрі өзінен өзі шешілгелі тұр. Оспаннан қалған 3 әйел бар, орайына 3 әмеңгер бар екенбіз. Солардың кім алады деп айнала жұрт та, өзіміз де әлі шешпей келдік. Енді менің айтқанымды алсаңдар, сол жесірлер туралы сөйлесейік деді. Ысқақ бұған қарсы емесін Абайдан бұрын айтты. Абай жауабында бұл сөзге де қарсылық білдірген жоқ. Қалған жесіріңді айтыңдар, ауызға алыңдар деді. Енді туыстарының шынын айтқызбақ. Тәкежан ол сырын іріккен жоқ. Өзінің Еркежанды алатын ниетін ашып салды. Абай енді дәл осы тұста қайтер екен деп шұбар да бағып еді. Не деп жауап айтарын Ербол мен басқа туыстар да білмеген. Абай бұл сөзге де жауабын іріккен жоқ. Тәкежанға билік ерік өзіне берілгенін тағы айтып келіп, ендігі таңдауда оныкі екенін айтты. Сөз бұл ортада шешіліп қалды. Енді біраз отырыстан соң әуелі Тәкежан үлесі тегіс анықталу керек екенін мәлім болды. Ол аларын алып болған соң өзге екеудікі оңай шешіледі. Ал Тәкежан алатын мұраның үлкені Еркежаннан басталған соң енді онымен сөйлесу керек. Осыны ауызға алған Ысқақты Шұбар мен Ербол қостады. Бұл кезге шейін көп үндемей, құр тыңдаушы болып келген Шәке де қазір сөз қосты. Бір Еркежан емес, үшеуімен де сөйлесу керек қой. Тегі осы сөздердің бәрінде бас аяғында сол кісілер неге сырт қалады деп аз тоқтады. Ысқақтың ойындағысы бұл сөз еместі. Бәріне бірдей сөйлесудің не керегі бар? Еркектің кеңесі шешетін сөзге қатынды ақылшы етуші ма еді, деп Ысқақ жақтырмай қалды. Шәке бұл жауапты тіпті орынсыз көрді. О не дегеніңіз, Ысқақ аға? Өздеріне ақыл қоспай сырттан бұйрық етіп үлесесіз бе? Бұлар сондайлық бөтен, бөгде жандар ма? Олжаның малын үлескендей болғаны ма? Өздерінің еркі мен тілегі бар адамдар емес пе? Жастары да 17-18-де емес, бәрі де естияр деді. Шәке ағайын ішінде Абайдың өсиетінен, мінездерінен көп үлгі алам дейтін жақынының бірі. Қазір ол ешкімге алдын ала ақылдаспаса да, өз көңілімен Тәкежандар ниетінде зорлық пен надан әдеттер барын аңғарған. 2-3 күннің сөзінде үнсіз тыңдаушы боп келіп, өзі араласатын сөзді дәл осы кезең деп білді. Бұның соңғы сөзін елемей кетуге болмайды. Іштерінен оны жақтырмаса да Тәкежан, Ысқақ, Шұбар бәрі де үндей алмай, күмілжіп бөгеліп қалды. Абай бұлардың түстеріне жағалай қарап, әлі де өз ішін ашпай барлаумен отырған. Шәке бастаған сөз Абай айтатын, соған жағатын сөз екенін Ербол да танып отыр еді. Ол қалыс ағайынның сөзін осы шақта батыл айтып жіберді. Бәрекелді Шәке, дұрыс айтады. Бұл әйелдер бәріне де жақсы келін ғана емес, іні бауыр есепті де болып кеткен. Үшеуінің де алдарынан өтілу, осы отырған бәріміздің қарызымыз. Сөзді осылай шешу керек деді. Тәкежан Абайға қарады. Сен не дейсің? Мен бір-ақ нәрсеге қарсымын. Ол зорлық. Қалай байлап, қалай үлессең де, осы әйелдердің ықтиярынсыз шешпейсің Тәкежан. Одан өзгеңді өзің біле бер, билей бер деді. Сөз осымен аяқталып қалды. Ендеше үшеуіне де сөз салайық. Ал Шұбар, Ербол, сендер ендігі сөзді соларға жеткізіңдер деп Тәкежан байлау айтты. Өз ішінен кедергі туса, осы жерден туады деп күдік ойлап
қалып еді. Шұбар мен Ербол кетер кезде әуелі үшеуінен бір-ақ сөзді өтініңдер. Ата жолы, шариғат жолы бұйырып отыр. Тірі отырған әмеңгерлері бар. Бәрі де ерге тисін деп кесіп отырмыз. Алдымен осыған ризалықтарын білдірсін деп біраз отырды да, ең соңында Шұбарға қарап тағы бір ақыл қосты. Біріне бірі қара тартып, аңысын аңдасады ғой. Сөйлесуді торымбаладан бастаңдар. Өзгелерінен жасы кіші. Бұл жерде сол бастап өнеге көрсетсін деді. Сонымен Шұбар, Ербол екеуі үш жесірмен сөйлесуге беттеді. Ең алдымен барғандары торымбала еді. Ол кесімді жауап айтпады. Шұбар қанша ұғындырып, төндіріп көрсе де, торымбала берік сөзін бермей қойды. Әзірге айтқан екі ұдай жауабы: мен Еркежан мен Зейнептің алдына түспеймін. Олардың сөзіне қарап жауап айтамын. Әзірге мені зорламаңдар деді. Ал екі елші осыдан соң Зейнепке келді. Оған Шұбар ұзақ сөйледі. Жырақтан орағытып, жол білетін, көсемдік ететін жесір екендігін әсіресе басып айтты. Бұның сөзінің кезінде ажарлы, есті жүзін еркектерге толық бұрып алған Зейнеп кірпік қақпай ойланып тыңдады. Қамыққан да, таңырқаған да жоқ. Ербол өз ішінен Зейнеп бұл сөзді бұрын естіген кісіше тыңдап отыр. Әлде осы әйелдер 2-3 күнгі сыбырды естіп, өзара ақылдасып алды ма екен? Олай болса, бұл да торымбаланың жауабын бере ме, Еркежанға сілтей ме деп ойлады. Бірақ Зейнеп сөйлегенде бұл ойлағандай болмай шықты. Оспанды жыл бойы тамаша жоқтаған осы. Бар ағайын мен бата оқыршылар шіркін Зейнеп-ақ қандай аңырап отыр. Кеудесіндегі шері, көзіндегі жасы, аузындағы сөзі, бәрі де анық адал жарды танытады-ау. Кім арманда өтпейді бұл өмірден. Бірақ артында дәл осы Зейнептей зар етуші болса, өлімнің өкініші бар ма деп сырт кісілер де аңыз еткен. Зейнеп Оспанның жылын ерте беруге де қарсы болған. Алғаш сол сөзге шешілгеннен бастап, дәл жылы берілетін күнге шейін ол өзінің жоқтауын тағы да түрлеп алды. Күніне 2 рет емес тіпті 3 қайтарадан дауыс айтып отырды. Шұбар бұған келгенде қиыны осы болар-ау. Қайғысын көпке паш қып еді. Сол жерден бұл әлі қайтқан жоқ қой деп күдіктенген. Алғашқы сөзді шеберлеп баптап айтқаны да сол еді. Енді осы Зейнеп екі елшіні таң қылды. Анық бір айналуға келместен-ақ ол көне кетті. Ата жолынан азбаймын, айтқаныңнан шықпаймын, шырық бұзбайын, ағайын. Қалғанын өзің біле бер деп отыр. Сырт пішіннен білдірмесе де, ішінен бұны сәл мысқыл еткен Шұбар алдап ақырай деп қалды да үндемеді. Зейнептің бұлар күтпеген тағы бір сөзі бар екен. Ол ашық, анық дауыспен сонысында айтып салды. Өзі қайратты, қырағы, турашыл әйел болғандықтан еркектердің осындайда жағалатып созбайлап, мәйменкелеп сөйлегіш әдетін Зейнеп ұнатпайтын. Бүгін бұл арада Шұбарлар айтпағанмен, ертең оралып тағы келетін тағы бір сат сөздің барын ол танып отыр. Соны айтты. Біліп отырмын. Бүгін айтпағанмен ертең соны ашасыңдар ғой. Тағы бір жайды айтайын. Кімнің кімге тегін келеді деп те сұрайсың ғой әлі. Менің жауабым естеріңде болсын. Ол жөнінде өздеріңнен ықтиярыңа бердім. 3 жесір қалсақ, Құдайға шүкір, 3 әмеңгер қалыпты. Қартайып, жер тіреп отырғандар олар емес. Менің де уылжып, 17-де тұрған жасым жоқ. Үшеудің бірі 5-6 жас үлкен, бірі 5-6 жас кіші болар. 40-тың іші мен 50 айналасындағы еркектің кәрісі анау, жасы мынау дері бар ма? Бәрі де орта жасты, бәрі де толған адам. Қарыстан сүйем жуық деп не қылайын? Өздерің шеше бер деп Шұбардың бұл жауапты ести отыра қалжың айтқысы да келіп кетті. Ішінен тимеймін деп әлек салама десем, ал деп әлек салғалы отыр ғой. Әлі де бір байды алып жегелі отырау деп мысқыл ойлады да сәл ғана езу тартты. Зейнеп аңғарып ашуланып қалама деп өз бетіндегі көңілді ажарын шапшаң бұра қойды. Жеңеше, ақылыңнан айналайын. Тәлімсіп, қылымсымай барды батыр айтып, бірақ айтып бергенің қандай жақсы еді деп күліп қойды. Ербол екеуі Зейнеп үйінен ұзаңқырап шыққан соң еркін сөйлесіп күлісіп кетті. Шұбар әзіл бастады. Тілеуің бергір, алдыма өзі түсіп жосып кетті ғой. Тигізетін байың қане, қайсысы болса да жарай береді.
тек әпкел деп қолыма бір тигізші деп отыр ғой. Рас, тіпті өр ғой, жалтақтамай. Сол өр болғандықтан ерді бұрын алып жатқанын көрмейсің бе, айлалы қызыл түлкідей. Бәсе десеңші, мына әмеңгерлеріне өзгелерден бұрын жотаға шығып, жонын көрсетіп отыр. Бұлаңдап, сағымдай толқып, көз тартады. Мен мұндалап деп Шұбар да ысылған аңшылардың тілімен Зейнепті тәсілқой түлкіге теңеп, әжуалай тамашалады. Сыпайы жүзі бар, аз сөзді ұстамды Еркежан бұлармен сәл салқындау амандасты. Сұңғақ ұзын бойлы, тіп-тік жіңішке денелі Еркежанның бет бітімі де қазақ әйелінен басқалау болатын. Ақ-қызыл реңінде, жоталы кесектеу біткен түп-түзу мұрнында, ұялы келген үлкендеу қой көздерінде, сопақтау бетінде әр тұқымның араласынан туғандай келбет бар. Үйді оңашалап алған Шұбар бұған да Зейнеп айтқандай ұзақ сөйледі. Бірақ ол өз сөзінің артын аяқтамастан-ақ Еркежан жылап жіберді. Сөзіңді аңдадым, молда жігіт, деп жасқа толған көздерін Шұбарға ашумен бұрды. Майдаламай-ақ қой, сорлы болған күйімді май сылаумен жазам деп педің, деді де дауыстап жылаған бойында қасындағы жастыққа бетін басты. Жер бауырлап, өксіп, жатып жылап алды. Шұбардың сөзі еріксіз тоқтап қалды. Еркежан кейін біраз бой тоқтатқанмен, ішіндегі ыза да, күйік те кеміген жоқ. Мен бай іздегем жоқ. Кенже өлген күні деп Оспанды ауызға алып ант еткемді. Өзімен екеуміз жөргегінен алып, бауырымызға салып өсірген балапанымыз бар. Әубәкір мен Пәкизат. Мен баласыз қатын емеспін. Осы екеуінің ғана тілеуін тілеп, Кенженің артын күтіп, дүниенің өзге тілегін тыйып отырам деген антым бар. Айтпа маған сұмдық сөзді. Үш қайнағама осынымды жеткіз. Үлкен үйден сүйреп тастаса да, енді ерге тимеймін. Болмаса осы шаңырақты кешегі енемнің, Кенженің шаңырағы атандырам да, тапжылмай отырам деді. Сөз осымен бітті деп, Шұбар мен Ерболды қайта сөйлетпеді. Салмақты, салқын жүзінен қатал, тілекке қатты бекінген қайрат көрінді. Шұбар қайыра қайта жауап айта алмады. Ең соңғы кезде Еркежан көз жасын тыйып, Шұбарға енді қайта келіп сөйлеспеуді бұйырды. Бұл үйден жол болмай шыққан елшілер Торымбаланікіне қайта соқты. Оған Зейнептің ғана жауабын, байлауын білдіре отырып, Шұбар көну керек дегенді батыл айтты. Торымбаланың жастығы, момындығы бар. Еркежан мінезіне ырза болмаған Шұбар бұған әдейі салмақ сала, бұйыра сөйлеген. Зейнептің сөзін қайта сұрап ұғынып болған соң Торымбала да көнді. Әйелдердің сөзін Шұбардан толық естіген жерде Тәкежандар үндемей дағдырап қалды. Бар есепті бір Еркежан бұзып отыр. Ол көнбеген соң үлестің не мәні бар? Айлакер Тәкежан енді іштей сенімсіз бір күдікке ауысты. Аңдығаны Абай болды. Сонымен әйелдер жайын қоя тұрып, Абайдың өзіне сөз салды. Жесір үлесеміз деген екенбіз. Мен болсам, тілегімді айттым. Ысқақта жесір алуға әзір отыр. Ағайынның алдында барымызды ашып салдық. Ал осы Абай, сен не дедің? Сен кімді алмақсың, соныңды айтшы деді. Абай түк бөгелген жоқ. Тәкежанның жүзіне салмақпен қадала қарады. Мен не дедім? Таңдарымда, таласарымда жоқ. Жесір алам деп бекем. Мен ешкімінде алмаймын. Бұ не дегенің? Бұл қалай сөз десіп Тәкежан мен Ысқақ қатар сұрады. Шұбар, Смағұл шәкелерде Абайдың жауабы оқыс көрінді. Олар да бұның жүзіне тегіс қарап қапты. Мен сендердің үлескеніңді көрейін деп отырмын. Болмаса қатын алғалы келді деп бедің. Қой ол сөзді. Біз алғанда сен неге қаласың? Әмеңгерлік қарызыңға не? Айтпа, алмаймын деген сөзді деп Тәкежан бұл інісін билеп сөйлегенде болды. Абай кекесімен күле түсті. Немене, зорлықпен қатын әперуші ме едің маған? Жолдан шығам десең, өзің білесің. Болмаса, ерік зорлық деп таңдаушы ма еді ата жолы? Ата жол. Заман өзгерген сайын жолда өзгереді. Ата жолыншыл болсаң, қан жеп отырмас па едің осы күні? Ол жолдың да талайын тозып, талайы өзгерген. Олай болғанда текке сөйлеп отырмыз ғой тәрізі. Абай, осы қойсаңшы тегі сондай ұя бұзар сөзді. Сенің ұяңды мен әлі бұзғам жоқ.
Жер үлесем дедің, қарсы болдың ба? Малын алам дедің, дау айттың ба? Қатын үлесем дедің, қой дедің бе? Таңдаулысын алам дедің, қарсы шықтың ба? Таластың ба? Қашан бұздым ұяңды? Барына көніп, үнсіз отырғам жоқ па? Көнгенің шын болса, сен де жесір аласың. Жоқ шырағым, ол еркелігіңді көтере алмаймын. Еріксіз апарып қойынға салатын жесір қатын абай деп пе едің? Не дегенің деп абай зілді жармен Тәкежанға қайта қарады. Неге алмайсың? Алмаймын. Алғаш жесір алған сен бе едің? Жоқ, алғаш алмайтын менмін. Себебін айт жеңеше. Себебі сол, сүйген жарым бар. Одан басқадан жар тауып, жарастық іздемей-ақ қоям ендігі өмірімде. Алғың келеді екен, өздерің үлесте ала бер. Осы сөзден соң жиын аңтарылып қалды. Аздан кейін Тәкежан қайтадан әйелдер жағына сөзін бұрды. Абай көнбесе ықтияры, бірақ көнбегеннің бәрі бұғалық әкете бермес. Әйелдер жайын сөйлегендер деп Ысқаққа қарады. Ысқақ бұның аңысын танып, Еркежанның ерге тимеймін деген сөзін теріске шығарды. Тәкежан екеуі кезектеп отырып Еркежанды көндіру керек. Көнбесе де тигізу керек. Көнемін деп әйелдің бәрі бірдей айта бермейді. Жылап отырып та бағынатын дегенге сая бастады. Бірақ бағанағы бетінен ауыспаған Шәке бұған қарсы шықты. Смағұл да, өзге әйел емес, Еркежан басын олай етуге болмайды деді. Абайдың ойы айтпаса да мәлім. Сондықтан Шұбар да дәл Еркежанды олай етіп алуға болмайтынын айтты. Бұрын бұндайда зорлық болса, ол жас келіншек басына істелетін. Ал өзі бір ауылдың және қара шаңырақтың үлкен үйдің иесі болып отырған, бауырына бала басып отырған ел анасы болып қалған әйелді оңай қоржын көруге болмайды деді. Осымен Тәкежан Ысқақ екеуін ғана бірыңғай өзге туыс бір ұдай боп қалды. Сөз аяқсыз боп шешілмей тұр. Осы дағдарыспен бүгінгі жиын тағы тарасты. Соңғы кезде Тәкежан қабағын түйіп, ашулы, наразы жүз көрсетіп үндемей кетті. Осы күні кеш бойы, түн бойы Тәкежан үйі мен Ысқақ үйінде кезек кеңес болды. Әзімбай мен Мәніке, Ысқақ пен Әзімбай, Тәкежан мен Ысқақ болып жанталасқан күбір сыбыр таңға шейін басылмады. Бірсі күні Абай жүріп кетеді. Соңғы күні барды шешіп, бетті ашып қалу керек. Таң алдында ғана аз ғана дамыл алған мұрагерлер бүгінгі шайларында ертешті. Сәске болып бие байлар кезде Шұбар да осында жетіп, бар сөзге қанып алды. Тәкежан аулында Ербол да шақырылған еді. Ол кешірек келгенде бұндағы сөздер аяқтап қалған екен. Енді Тәкежан мен Ысқақ бұрынғыша бетпе-бет отырып сөйлеспейді. Ауыр түйін тақап тұр. Бұндайда ұшқындап шыққан шашау сөзден өрт шығып кетуге болады. Жақын ағайын қызу үстінде түс шайысып қалмас үшін енді араға кісі салып сөйлескен мақұл десті. Тәкежан мен Ысқақ ішінара Абайдың турашыл, қатал сөзінен алғыр айтқыш шешендігінен де жасқанады. Көлденең ағайынның аузын бұлардан бұрын алып қоятын, өзіне тартып әкететін қуаты бар. Сөзден ұтылса, жолдан жеңілу де қиын емес. Сол есептері бойынша кісі арқылы алыстан арбасып, арам күрес жасағандай шаптан тіреп алысатын болды. Абай шалып шықпасын деп өздерінің бөксесін алысқа салып күреседі. Бұндағы ағайынның талабы естіп Абайға жетпек үшін Ербол мен Шұбар атқа қонуға айналды. Екеуі кермедегі аттарына келгенде Әзімбайды атқа қонғалы тұр екен. Қасындағы жас жігіт атқосшы бар. Алысырақ жолға жүргелі тұрған тәрізді. Шұбар бұған қарап, немене, сен бір жаққа жүргелі тұрмысың? Деді. Жүргелі тұрмын, деп Әзімбай қабағын тұжырайтты да, бұнда ағайын ішінің сөзі жүрек айнытып бұзылып барады. Осыны көрмейін деп басымды алып қашып барам деді. Бейне бір таза жүрегі түршігіп, адалдық ақтығын арашалап бара жатқандай. Қайда жүресің? Әлгі демеу тамыр болайық деген соң, бір қырам бүркіт тауып бер дебем. Сол бүркітін алғызып қойдым. Келіп алып кетсін деп сәлем айтыпты. Соған бара жатырмын деді. Ерболға да, Шұбарға да сыры мәлім болды. Әзімбай әдейі жүріп кетпей, Ерболдарды тосып, осы бүгін кететін бетін елеусіз етіп айтып кетпек. Жай ғана жұмыстай сөйлегенмен бұл кетісте
тартыс жатыр. Әдейі дәл бүгін сөйленетін қиын сөздің үстінде абайды жасқантып алмақ. Демеу Оразбай баласы. Ол ауыл Тәкежанды үнемі шырғалап тартып жүр. Әзімбай осыған мегзеп іс істеп тұр. Қазір абайға бұның қайда кеткені жетеді. Ағайыны қымбат болса, абай бүгінгі айтқан Тәкежан сәлемдеріне көнеді. Көнбесе, одан бөлініп Оразбайға кетуге Тәкежан мен Әзімбайдың қол аяғы шешіледі. Шұбар бұның бәрін аңғарумен бірге дәл осы кезде Тәкежанның Оразбайды тапқанын мақұл көрмейді. Іштей сыр танысып, арбасып тұрған қалыпта ол Әзімбайға: асығып қайда барасың? Мына сөз аяқталсын, ауыл іші жайғасып, содан соң бүркітіңді алмайсың ба деді. Шынымен кетпегенін тілегендей. Әзімбай жауап айтпай үндемей тұрды да атына мініп кетті. Өкпеші ғой, тағы өкпе арқалап барады ғой анау, деп Шұбар Ерболға түсінік айтты. Бұл сөзде де есеп бар. Өзінен Ерболдың абайға жақынырақ, сырласырақ екенін ойлап Шұбар әдейі Ербол абайға үлкен бәленің жотасы көрініп тұрғанын айта барсын дейді. Және Әзімбай арам бұзар демейді. Жазықсыз, тек өкпеші баладай ғана қып, оның қимылын, қылмысын әдейі бүркемелеп, жеңілдетіп сөйлейді. Абайдың қасына келгенде Ербол жаңағы көргенін жасырған жоқ. Жай бөгде сөз айтқандай етіп, Әзімбайдың Оразбай ауылына жүргелі жатқанын білдірді. Жүріп кетті деген жоқ. Себебі Ерболдың аңғаруынша, бағанағы Шұбар айтқан соңғы сөзден соң Әзімбай үндемей кеткенде бүгін жүрмейтін боп, сөздің артын тосуға көніп кетті. Соны Ербол біліп қоймасын деп Әзімбай әдейі үндемеді. Қас қабақты бұл да бағып, танып үйренгендіктен қазір Ербол абайға өзі көрген мінезді жай ғана хабар етіп сөйлеген. Оны көптіріп, үлкен етіп көрсетудің қажеті жоқ. Тек бір хабар түрінде абайға жеткізіп қою тағы дұрыс. Абай әр алуан қимыл қыбырды біліп отырсын. Қайсыдан қандай сыр аңғаруды, қандай байлау жасауды да өзі табады деп ойлады. Досының зерек, сергек көңіліне үнемі сенетін Ербол өзі де сондай байыпты ұстамдылық көрсетті. Абай Әзімбай хабарын естігенде үндемей біраз бас изей түсіп, ойланып қалды да артынан тез өзгерді. Бір ойға қатаң бекінген ажар көрсетіп, асығып ширыққандай Шұбарға жалт қарады да: «Қане, Тәкежанның тілегін айтшы» деді. Тәкежандар кеңесі Абайға екі түрлі талап қойып жүк артқан. Біреуі Еркежанға Абай өзі сөйлесіп, Тәкежанға тиюге көндірсін дейді. Болмаса екінші байлауды қостасын. Егер Еркежан тимеймін деген сөзінен қайтпаса, бар әмеңгері болып, зорлықпен көндіреміз. Тәкежанға еріксіз тигіземіз. Абай осы жөнде бізбен бір болсын депті. Абай бұл сөздің екеуіне де көнген жоқ. Сонан соң күні бойы Тәкежан аулы мен Абай аулының екі арасында ерсілі-қарсылы елшілер жүрді. Абайдың кесер сөзі: «Мен өзім Еркежанды алмаймын. Алам деген Тәкежаннан қызғанбаймын. Бірақ зорлап алма. Олай етем десең қарсы шығам. Зорлық істетпеймін. Кісі сал, сөйлес, көндіріп келісте ала бер. Осыдан өзге сөзім жоқ. Енді мені қажамаңдар» деген. Кейін Еркежанға тағы кісі жіберілді. Ол Ысқақ еді. Барды айтып, жалынып та, жабысып та көрді. Еркежан қатты қайрат көрсетіп кешегі Шұбарға берген жауабынан аумай тұрып алды. Сөз тағы тұйыққа тірелді. Осы кезде Тәкежан үйіндегі кеңес ең соңғы, ең салмақты және ең аямастық бәле сөзін шығарды. Бұл Еркежан мен Абайға қатар жасаған қысас. Осы сөзді Шұбар мен Ерболдан жолдап отырып, Тәкежан анық суық сыр ашты. Ағайын арасына лаң түскелі отыр. Дәл осы жерде ұғыспақ, Құнанбай ортасы бүлінгені. Айырған Еркежан мен Абай деп білемін. Артқы күн не болады? Кінәні өздерінен іздесін. Тек көрісерге күн жақсы болғаяқта деп барын айтты. Бұл сөзбен қатар қойған талабы, Еркежан күйеуге тимеймін десе, сол орында отырсын. Бірақ Құнанбайдың, Ұлжанның бар баласына үйді де, мүлкі де анық ортақ, шаңырақ болып отырсын. Қазір Абайдың екі немересі Еркежан қолында отырғанда, біз бұл үйді бәрімізге ортақ деп білмейміз. Абайдың ықпалында отыр дейміз. Дегені болсын Еркежанның. Бірақ Әубәкір мен Пәкизатты үйінен шығарып, Ақылбайдың өзіне қайтарсын деген.
Абай бұндайлық сұмдық сөзден жаны түршіккендей қиналды. Анығында Әубәкірді, Пәкизатты өз немерем деп өмірде ойлаған еместі. Барлық ауылдар, еркек әйелдер, көрші-қолаңдар тегісімен ол екі баланы Оспан мен Еркежанның ғана өз тумасы деп білетін. Бірақ Тәкежан айтқызған сөздің бәрі де жыланның зәріндей ысқырынып у төгіп тұр. Күні ертең жауыңның қасынан табылам деп отыр. Осы жаймен қатты қиналып ойланып қалса да, Абай сынған жоқ. Мен мұншалық қатал зұлымдыққа баспаймын. Тыңдағым келмейді. Барыңдар не десе де ана Еркежанның өзінен естіңдер. Байлауын өзі айтсын деді. Еркежан бүгін бұл зорлықтың тұсында жылаған жоқ. Бір жола алысуға әзірленіп, қатайып алған екен. Бұлары маған істеген қысас қой. Мені үлкен үйден кетсін дегені ғой. Жарайды, оған да көндім. Кетейін де осы ауылдың шетіне бір лашығымды тігіп оқша отырайын. Мен кенженің нақсүйері едім ғой. Азын-аулақ еншімді бөліп берсін. Бұл шаңырақтан кетсем де, кенженің аруағынан кетпеймін, азбаймын. Оның баласы етіп бауырыма салған екі жетімегімнен айырыларым жоқ. Соларды алып, бұл үйді тастап шығамын деді. Көп ырғасып, ұзақ күн саудаласса да Тәкежандар бұл сөзден де ұта алмады. Айтқандары өтпейтін болды. Осыдан соңғы байлауды еріксіз, көңілсіз түрде уақытша бір келісімге тіреді. Ең әуелі үлес сөзін осымен тоқтататын болысты. Тәкежан мен Ысқақ екеуі де әзір Оспан әйелін алмай тұратын болды. Әйел алынбаған соң мал-мүлік үлесі де кейінге қалды. Еркежанды әлі де асықпай ойластыру керек. Сөз соған келген соң ендігі бір тың байлаулары. Оспан үйі орында тұрсын. Еркежан бұрынғыша үлкен үйде отырсын. Бірақ ол үйде тек Абай нәсілі ғана болмасын. Олардың мал дүниеге бас көз болуға жастары да кем. Және өзге екі туыстың көзі үлкен үй мүлкіне ортақтасып отыратын болсын. Сөйтіп Ысқақ пен Тәкежан баласының біреуі Еркежан қолына тағы бала боп қоса кірсін деді. Абай бұл сөзге түк қарсылық айтқан жоқ. Еркежан да оңай көнді. Бірақ ол таңдайтын болса, өз қолына Ысқақ баласы Кәкітайды кіргізіп беруді сұрады. Әзімбай Тәкежанның жалғыз ұлы болғандықтан оны Қаражан жібермеймін деп еді. Сөйтіп үлес дауы кейінге қалды да, уақытша тыныштық үшін Кәкітай Оспан үйіне әрі бас көз, әрі киімшең бала боп жүретін болды. 4 күнге созылған ауыр тартыс осымен кеш бата біткен еді. Абай ертең Қарамолаға жүрмек боп Әйгерім үйіне жастарды жиып, соңғы бір тыныштық кеште жан шақырғандай болды. Алдыңғы күндердің әлегін жастардың бәрі естігенді. Абай ондағы жексұрын мінездердің бәрінен жиренгендіктен қайта есіне алғысы келген жоқ. Тек бір ғана түйін сөз айтты. Менің Қарамолаға жауапқа баруыммен Оспанның жылын беруімізді Тәкежан әдейі байланыстырды ғой. Соны сезіп, ішіндегісін түгел шығарып, танысын деп ем. Қай сылтаумен жауыма қосылар екен. Оны күшейтіп, маған қарсы салуға шынымен басар ма екен деп ем. Енді ашылып шешіліп отыр. Тәкежан Оразбайға сөз қосады. Оразбай болса, Тәкежанмен дем біріктіріп ап, маған қарсы шебін күшейтеді де, мұра дауы артымда қалып бара жатқан жоқ. Енді Оразбай арқылы осы Қарамоладан алдымнан шығар деді. Ертеңгі күні 10 шақты кісі жолдас ертіп, Абай Қарамолаға аттанбақ. Енді осы күні Тәкежан ауылдарынан Әзімбайды аттанып, тура беттеп Оразбай ауылына кетті. Абай Қарамолаға көп жолдас ерткен жоқ. Қасына алғаны Ербол мен Көкбай, Баймағамбет. Жастардан Мағаш, Дәрмен ерді. Өзге жастан Кәкітай, Әбіш те бірге ермек болып еді. Абай оның екеуін де ауылда болуды ұйғарды. Сенің керегің мен көмегің көп-ақ болар еді деп отырып, Абай Кәкітайға, бірақ кешегі ағайынның байлауы бойынша сен Оспан үйіне бала боп кіресің. Үлкен ауыл, мол шаруаның бас көзі, иесі сен боп қалдың. Сен сол міндетіңе көңіл бөлмесең болмайды. Және Тәкежан мен Ысқақ сені сонда кіргізуді ұйғарған соң, сен орнықпай, тағы маған еріп кетсең, ыбыр-жыбыр қоздана береді. Сен сол жұмысыңда қал деді. Ал Әбішке
көп дәлел айтқан да жоқ. Сен оқудан демалысқа келген адамсың. Қырдың тартысы мен таласы, маған деген жау жаласы бүгін басталып, бүгін тынып жатыр ма? Сенің жәрдемің қарлығаштың қанатымен су сепкендей, жамандық өртің тия алмас та. Өз маңдайыма жазылғанды өз иығыммен көтеріп, көремін қарағым. Сен алаң болмай, демалып, әл жиып, тынығып ал деген. Абай осылай деумен әбіштің басын қырдың лаңынан да, тіпті өзінің ісінен де аулақ, аман еткісі келгенін білдірді. Ал әбіш болса, анығында әкесінің бұл жолғы сапарына соңғы бір жұманың ішінде көп көмек, әрекет еткенді. Бірақ ол жайын Абайға айтпайық, тек өзге жас достармен, Павловпен ақылдасып соларды тегіс қатарына ала жүріп істеген. Ең әуелі осы жолы Қарамолада Жандарал алдына болатын жауап аз қатер емес. Сол күдікті кезеңде зәкүншік, қағазқой, арызжанды кеңселер мен әкімдерге тосқауыл болатын деректі қағаздар керек. Абайдың үстінен жүрген шағымдар тегіс сондай қағаз жүзінде. Ал бұның сүйеніші тек қана әділет, ақтық пен қалың ел болса, олардың бәрінің бұл базарда құны жоқ. Әсіресе ауызда, көңілде жүрсе, тек қана көрінбес көмек. Соны Павловпен ақылдасып анық түйген әбіш көп қағаздар жазуға кіріскен. Мұнда былтырғы недойымщиктер ісі деген туғаннан қандай қиянат, қасқырлық мінездер ел бейнет қорын зарлатқанын жазды. Ел атынан жазды. Сол істе Абай қарашығын жинаушылармен ғана алысқан болып көрсетілді. Егер Абай көмегі болмаса, сол күндерде Сахарада үлкен ұлаң туып, кедей малшы қосшының атшабары старшындармен қатты қақтығысып қалуы даусыз болғанын айтты. Осындай елге, даланың кедей жұртына жәрдемі көп жанашыры, әділеті зор болғаны үшін бүкіл қазақ даласындағы қалың ел оны біледі, сүйеді және ұлықтар алдында ақтайды. Осының растығына Шыңғыс болысының бар ауылнайдағы көпшілік халқы қолдарын қояды. Әбіш бұдан бөлек екінші арыз қағазды тағы жазды. Онысы жатақ егінін ойрандаған Патрова турасында. Жаңағы арызға жалғас, мұнда Абайдың отырықшы, момын шаруаларды жабайы көшпелі және зорлықшылардан қорғағаны айтылды. Бұл істің неден туғанын, растығы қандай болғанын, қазақ емес тіпті көлденең куә орыс крестьяндарының да арнаулы акты жасап, айтып кеткенін келтірді. Крестьяндар жасаған актының копиясында әбіш әлденеше рет көшіріп әзірледі. Сонымен, соңғы бірнеше күн ішінде әбіш, Дәрбент, Мағаш барлығы боп, ел арызына Абайды қорғайтын жұрттың қолын қойғызып шықты. Бұл күндерде күзектерде жиі отырған Ералы, Ойғұдық, Күндікті деген сияқты қоныстардың бәрінде Шыңғыс болысының 15 ауылнайының санағы бар. Солардың бәрін жаңағы жігіттер аралап жүріп, анық халықтың талабын көрсетіп, қолдарын қойғызды. Тегінде Ояз, сот кеңселерімен істес боларда, ел ішінен осындай приговор жиналуы бұл Сахара үшін үйреншікті әдет. Бірақ бұрын ел атынан жалған приговорлар жасалатын, және біреуді жазалау, қаралау, әлекке салып жазаға ұшырату үшін жиналған приговорлар болатын. Мұны жасағанда да болыс билер, пәлеқорлар жасап, жазықсыз жандарды жарадар ету үшін жұмсайтын. Мұна жолғы приговор Абайға ел тілегін білдірген адал куәлік болды. Жатаққа осы қағаздармен келген Дәрмен болатын. Ол үйден үйге кіріп жүріп, иістің, жұмырдың, қаңбақ, тоқсан, сергештердің өздерінің де, әйелдерінің де қолдарын қойғызған. Бұл істе Дәркембай, Базаралы, Абылғазылар анық игіліктің талабы барын ұқты. Өздері жеке бастарының қарызындай санап, Абай үшін қолым емес, қаным қажет болса да іркіленбе десті. Жатақтың кішкентай балалары Рахымтай, Асан Үсендерге шейін Абайға керек қағаз дегенде, ұғып, шешелеріне қолдарын жақсылап қоюды тілек етісті. Абай ағама керек, Абай үшін көмек, Абай ағаның ұлыққа беретін жауабына керек, біздің жатақ үшін жауапқа барады, жолы болсын деседі. Дәркембай әбішке өзіге бақылдасып, Абайдың қасына жатақтан сергешті қосуға байлаған және өзінің кәрі досы Абайға қадірлі кедей ақын Байкөкшені әдейлеп Қарамолаға жүргізетін болған. Барлық қолдар қойылып, қалың арыздар,
актылар әзірленіп болған соң, Әбіш бір топ қағазды Семей губернаторының өз кеңсесіне Әлмағамбетпен жөнелтті. Және бір топ копияларды Қарамолаға, сол Жандарал алдына ел-жұрт атынан Байкөкше мен Сергеш алып барды. Міне, Әбіштің алаңсыз болуына, абай өзінше ойлағанда Әбіш әкесінің сапарына осындай оқымысты баласының жәрдемін қосқан еді. Дәл аттанар кезде абайдың оңаша шығарып алып ақылдасқан жалғыз адамы Павлов болды. Ол абай сөзін тыңдамас бұрын сырлас достық ажармен бір жайдан өтіліп алды. Ибрагим Құнанбаевич, көңілсіз жолға барасыз. Уақытта қысқа. Кейбір ұсақ нәрселерді айтпаса да болар еді. Бірақ енді тез көрсеміз бе жоқ па? Сондықтан айтып қалайын деп отырмын. Мен сізді, сіздің ауылды соншалық жақыным, досым көріп алыппын. Оспанға сіз ас бергенде көмегім тимесе де, Сахараның сол әдетін көрейін деп келіп ем. Одан кейін сіздің Сахарада жаңадан шыққан салтықша, кабанихалар жасаған әлек әурені көрдіңіз, деп күлді де, Мәніке мен Қаражан мінездерін есіне алды. Бұнысына абай да күлді. Павлов әлі де күле отырып, мирасты бөлуде Құнанбайдың бір баласы Федор Иванович болмағандықтан және араласа алмады. Ал осы қазір кетіп бара жатқан жолыңызға тіпті болмаса кейбір сөз көмегім, мәслихатым керек болар. Менен не туралы болса да сұраңыз, деді. Абай Павловтың бұндайлық әзірлігіне, шын достық бейіліне алғыс айтты. Семейдің губернаторы осы жолы Қарамолаға келуі керек. Ол менің бұрын кездеспеген адамым. Қандай мінезді чиновник, және сонымен қалайша сөйлескенімді мәслихат көресіз. Өз кеңсесінің бір адамдары арқылы сөйлессем бе, немесе өзім жүзбе-жүз сөйлессем бе, жоқ әлде менің үстімнен жауларым беріп жатқан көп жалған шағымдар болу керек, сол ретте адвокат жалдап алам ба, деді. Павлов бұл жайлардың жауабын тез ойлады. Қазіргі Семипалатинск губернаторы жаңа келген адам ғой. Қаладағы адвокаттар мен ірі чиновниктер арасындағы пікірлерді естігенім бар. Бұның бір мінезі, өзінен қорқып, жасқанған адамға рахымы жоқ, дейді. Ал тура батыл жауап айтатын адамдарға кейде ойламаған күтпеген кешірім жасайтыны да болады деседі. Осыны бір ескеріңіз, деді. Абай бас изеді. Бұны білдіргеніңіз жақсы болды. Екінші, әдейі сізге бір айтайын деген сөзім, патшаның қай чиновнигі болса да қазақ даласын, жабайы қараңғы надандар даласы деп біледі. Ал сіз олардың қайсына кездессеңіз де, сол далада Ибрагим Құнанбаевич бар екенін аңғартыңыз. Білсін олар. Осы елдің ішінен туып, осында өмір кешіп отырып, адамшылық қасиет, әділет, шыншылдықты және поэзияны, культураны сол чиновниктердің бәрінен де артық түсінетін, сүйетін Ибрагим Құнанбаевич бар екенін білдіріңіз. Намыспен танытыңыз, ызамен білдіріңіз. Ең ақыры бұл сіздің халқыңыздың намысы, деді. Павловтың қазір жүзі қызарып, қабағы түйіліп алыпты. Үлкен көкшіл көздерінде қайнаған ыза, әділ ашудың оты білінген. Абай өз ішінен айдау қорлықта жүрсе де, жайы бір сейілде жүрген кісідей қымсыну, жасқану жоқ деп орыстың тұтқындағы айдау каторгідегі сансыз көп халқы, ұлы өршіл ерлерін есіне алды. Дәл осы кезде бұлардың қасына үсті басы шылдырлап, аяғын сарт-сұрт басқан біреу келіп қалды. Екеуі де жалт бұрылып қарап еді, қастарында жер астынан шыққандай сарала қылыш асынған, қызыл жиекті киім киген орта жасты жандарам тұр. Ауылда, Сахарада, анық сарала жандарам. Господин Павлов, Семипалатинск полицмейстерінің арнап тапсыруы бойынша сізді рұқсатсыз Киргиз даласына кеткеніңіз үшін лезде тауып тұтқынға алып қалаға жеткізу бұйрығымен келіп тұрмын. Тез менің соңымнан еріңіз, деді. Абай таңданумен қатар ызаланғандай болды. Ал Павлов түгі кетпеген кісідей жаңағы сіресіп шытырлап тұрған жандарам төресіне тіпті бір елеусіз болымсыз жандай қарады. Оқыстан келгеніне бір сәтте шіміріккен де жоқ. Көзін сәл сығырайтып, қатаңдау үнмен жай ғана жауап тастады. Сіздің артыңыздан қазір ғана еріп кетпеймін. Оны сіз білуіңіз керек, деді. Полиция адамы түс шайған болып, жоқ, бөгелуге кішкентайда аялам жоқ. Қазір маған
еріңіз дей беріп еді, Павлов үлкен кескінмен салмақпен күліп жіберді. Артыңыздан қазір еріп Семипалатинскіге 100 шақырым жерге менің жаяу бармайтынымды жақсы білесіз. Әуелі ат тапқызып ерттеңіз. Өзіңізде ат болмаса, осы ауыл иелерінен әдеппенен деп соңғы сөзді нығыздай түсіп, маған арнап ат сұрап алыңыз. Ал мен биыл соңғы рет жақсылап тұрып, тойғанымша қымыз ішіп аламын деді. Енді ғана Абай екеуі саспастан орындарынан тұрысты. Осы күні түске жақын Абай мен Павлов жандарамның көзінше құшақтасып сүйісіп қоштасты. Барлық жастар тобы қымбат қонақты амалсыз аттандырып салды. Солар ұзап кеткен соң ғана Абай да атқа қонған. Дәл осы күндерде Базаралы көбінше ат үстінде болды. Әзімбайлармен төбелес сағатында үйінен шыққан Базаралы сол соғыстың аяқ кезінде еті қызып, бой жазып шоқпарын сермеп, ашу кернегенде айқайын салып өзде соғысарман болған. Артынан талқы-тарас салмағы, тартыс салмағы өз басына молынан түскенде белінің шойырылмасын ұмыта бастады. Сол күндерде Абай араласып, жатақтардың ісі бір кезеңде болса да, оңға шыққандай болған соң, мұның көңілі де сергіп, еңсесі де көтеріле бастаған. Ал белінің құянының осы өткен жаз бойында Дәркембайдың ақылы бойынша мықтап емдегені де барды. Тайлақбай құдығының қақ ортасында Үшқараның ащы көлі бар. Соның сор батпағы жел науқасқа мыңда бір ем деген сөзді көп естіген Дәркембай өзінің Базаралы досын жаз бойы астауға батпаққа салып емдегенді. Енді сол емнің арты бұрын қорғаншақтап жатқан Базаралыны қатарға қоса бастады. Ол жайын Базаралы әлі әзіл ғып сөйлейтін. Бұқпа торғай сияқтанып әншейін бұға берсем құтылады екем деп, сол аурудан текке қорқып жата беріппін. Сорға түсіп жазылдың ба? Сордың өзі ем болдау дегендерге де әзілмен жауап айтатын. Несін айтасыңдар? Мен баяғыдан күн шуақтап, құс мамықтап, мамырлап рахат тапқан жанмын ба? Сондай сордан, соққыдан, зорлықтан жол табам деген жан себел емеспін бе дейтін. Қазір Базаралыны атқа мініп, жақын елдің қалың ауылдарын тынбай аралап жүруінде өзгеше мән болды. Ол енді Абай үшін еңбек етуге кіріскенді. Бұл ісі дәрмен жатаққа келіп Абайды қорғайтын приговор жинаудан басталған. Сонда дәрменмен оңаша сөйлесіп, Абайдың басына осы жолы қастық көп, қатер барын білген соң Базаралы жатақтың приговорын бергізуден бөлек өзі үшінде бір байлау жасаған. Дәрменнің бұған айтқан оңаша сөзінде әнеу күнгі жанжалдан соң Тәкежандар Абайды Құнанбайлықтан, Ырғызбайлықтан шықты, атадан кетті, ата жолынан безді, әруаққа қас, туысқа қас, атаның ұлына қас болды деп үн қосыпты. Ал Абай тергелетін үлкен істің бірі былтырғы қарашығым недойымке, сонда көп кедей көпшілікті қарсылық жолға бастады деп те кінәлаушылар бар. Алыста отырса да Абайға жыланша сұғын қадап бағып отырған Оразбай бар. Оған жаңағы сөздің бәрі жанындай деп осы күйлерді дәрмен соңғы сырлар есебінде жеткізгенде Базаралы ойлана түскен. Құнанбайдың ұлы емес, одан кетті десе, ата жолынан безді десе дұрыс айтады. Тіпті сол кеткен мінбе екен, кеткені рас, бірақ халыққа кетті. Халық үшін қасқырдай аталастарымен ұстасты ғой. Сол үшін енді жауапқа сотқа ілінеді ғой. Үндеме, бұл да халықтың жанын салатын, барын беретін жол екен. Сен Абайдың өзіне айтпай-ақ қой, ал мен енді атқа міндім. Талай елден таудай қағаз жиямын да, өз жолыммен Абайды қуамын деген. Содан кейін жақындағы қалың күзеулерді бір жұмадай тынбай аралады. Базаралы науқасынан оңалып, қайтадан қайратты азамат қалпына келгенде, Қараша үйлердің үлкен кішісі түгел қуанды. Жақында болған Әзімбаймен шайқасқан жанжалды түгел естіген жұрттағы да Базаралының мінезі мен ісіне сүйсіне сан аңыздар айтысып жүреді екен. Күзекте жиі отырған Мамай көкшеден бастап, Жуантаяққа дейін бәрін қона түстене жүріп аралаған Базаралы қай ауылда болса да Абай жөнінде өзінше бір достық ойлы сөздер сөйлеп жүрді. Сан жерде талайымызға болысып, Абай еткен жақсылықты айтамыз. Ал біздің Абайға еткен бір жақсылық, достығымыз бар ма? Мынау соның қарызы деп
Кей ауылдың приговорын осымен жиды. Тағы да бір ауылда ұлық пен елдегі жуандар болып, Абайға қарсы ұрандасыпты. Бұдан иянаттап нұсқайды, онда ұлық ұстайды, халыққа болыстың деп кәр тігеді. Болар солай ұрысқанда енді тым құрыса халық Абай үшін бүлк етпесек бола ма дейді. Тағы бір ауылдардың момын шаруа кедей кепшігін жиып алып сөйлегенде, Абай халық үшін, халық Абай үшін алысады. Анық ақ жолмен алысқан қайрат сапары осы болады. Бұдан артық игі жолда алысқан сахара қазағын білген емен дейді. Осындай өздігімен бастап, өзі жиған қалың қоржындар толы приговорларын алып, Базаралыда бір бөлек сапар шеккен. Аз жолдаспен кеткен Абай Қарамоланың Шербешнайына онша асығып жүрген жоқ. Жолшыбай өзін жақсы көретін досжар, меймандос ауылдардың біріне түстеніп, біріне қона жатып 3 күн жүрді. Тек 4-ші күні ғана бұл жолаушылар тобы Қарамолаға тұсына жетіп, Шар өзенінің бойын құлдап келе жатты. Мезгіл кешке тақаған болса да, сентябрь айының бүгін ерекше жылы болған ашық күні әлде салқындаған жоқ. Атқа да, адамға да жайлы, баяу өскен қоңыр жел бар. Шардың жіңішке өзені көп бұралып, мөлдір суы үзілмей баяу ағады. Кей жері жырлауыт болса да, көп ағысының бойында әдемі майда, көк майса шалғын бар. Өзен түбі таза құмайт, қатқыл керш болғандықтан су айнадай мөлдір боп сырғиды. Күзгі шөптің сәл сарғыш, буалдыр бойын жағалап, кейде майда, жасыл шалғынды ақырын сілкіте тербетіп, бауырлай сылдырлайды. Бұл өлкенің далалары қоңырқай, ұзақ жота, белдері қазір бозғыл тартқан, бірақ шөп атаулы көкшіл реңнен мүлде айырылған емес. Күздің жауыны қайта жетіліп, боз көденің бауырына қайта қауындап шыққан ұсақ көкте бар. Әр түп көде бозғыл буырыл, кейде алаң күрең болып көрінеді. Күзге қарсы асықпай баппен жаратып мінген құр аттар шалғын бойында жиі пысқырынып, суатқа қарай бойын соза түсіп, жіті басып келеді. Шардың суын құлдап келе жатқаннан бері қарай жолаушылар өзенді 2 рет кесіп өткен еді. Енді 3-ші рет тағы көлденең өтетін болды. Кендеу тықыр шалғынды аралап келіп, жолаушының үлкендері Шар суының молырақ жайылған бір тұсына тура келіп килікті. Алда келе жатқандар Байкөкше, Абай, Ербол. Бұлардың аттары Шардың мөлдір суына ауыздығымен бас қоя берді. Ұзақ жүрістің мерзімі дағдысын жақсы білетін және осы топты Қарамолаға қарай өзі бастап келе жатқан Байкөкше қазір барлық топқа үлкендік әмір етті. Аттарыңның ауыздығын алыңдар, енді Шарды қайта өтпейміз. Кешке таң асады ғой. Ел орынға барып қалармыз. Аттарды біраз суытып, анау арғы жағада сәл шалдырып та алайық деген. Жұрттың бәрі атының ауыздығынан аттан түспей тұрып алды. Абайға қатар келе жатқан Ербол, Абай еңкейе бергенде оның денесінің толықтық, ауырлығын еске алып өзі бұрын еңкейді. Әуелі Абайдың атының ауыздығын алды. Абай бұның қимылына сүйсінсе де жеңіл әзіл айтты. Япыр-ай, тым құрыса өз атын өзі суаруға жарамайды деп мазақта қылмайсың. Үп-үлкен басыңмен өзіңнен бұрын мені ойлауды бір қоймайсың-ау, Ербол. Ербол күліп қойды. Баяғыдан бойға сіңіп кеткен жаман әдет қой. Сені осындай шаруа қолынан келмейтін епсіз бақыр деп мүсіркеп үйренген әдетім ғой. Мол дене, кесек келбет қабілет бар Абай туралы Ерболдың бақыр, мүсіркеу деген сөздерді жақсы әзіледі. Жолдастары да күліп тыңдасты. Байкөкшенің аты өзгелерден озыңқырап, кең суға бата жалдап, тұнықты ішіп тұрған, ал Абай мен Ербол екеуіне сықсия қарап жымия бұрылды. Шошқалау сақалы бұл күнде тек сағарған Байкөкшенің әжімді жүзінде кесек мұрны ғана көрнекті, кескін байқатады. Қабақ еттері салбырай түскен, көздері бозғыл, ажар танытқан, сол сығырая қараған көзінде шамдай жарқырап ұшқын атып тұрған сергектік байқалады. Абайға күліп қараған көз жанарында аса алыс, бірақ өте жарық жұлдыздың жымыңдап шұғыла шашқан сәулесі бардай. Ол екі досқа қарап қалжың айтты. Уәй, бұл не түге? Біріңді бірің аяп, аялап не деп тұрсың? Ақсақ пен соқырдың жолдас болғандай, екі ғарып бос сүйсіне қылғандары не? Алдымызда шарай топ, қаулаған дау,
лаулаған от тұр. Соған балуанға түсіремін деп келе жатсам, екеуің де алпамсадай бойыңмен өстіп, маймақсып, мүләйімсіп қалғандарың неменең деді. Екеуін қатаң сынап, түртіп оятып алғандай. Аттардың сілкініп пысқырып, ауыздық сағалықтары ер-тұрманды шылдырлатып, тыныштықты бұзып тұрғанына қарамастан Байкөкшенің әзілін барлық топ түгел естіді. Көптен үндемей келген аға жолдас жаңағы сөздерін аса сергек ажармен, салмақпен айтты. Ойнақы нақыспен қағыта сөйлеген. Жұрт тегіс сергіп қалды. Атты суға қанып болған соң Байкөкше үзеңгілікке келген суды жалдатып, арғы жағаға қарай өте берді. Абай өзінің екі жағындағы Дәрмен мен Ерболға кезек қарады да, алдында кетіп бара жатқан Байкөкшені нұсқап, бір байлау айтты. Түрін байқадыңдар ма? Өңінде үлкен шабыт оянып тұр. Мен білсем, осы кәрінің жыны бунап келеді. Қазір өлең айтады, көресіңдер деді. Дәрмен үндемей Абай жүзіне қарап келе жатыр. Бұрын аңдаған тәжірибесі бойынша Дәрмен Абайдың осындайдағы байқағыштығын жақсы білетін. Абай кісінің ішіндегі өнерді көре біледі. Кейде сол өнердің адам бетінде түртіп шыққан жанарын таниды деп, бұрын кей жастарға айтқаны да барды. Қазір ол үндемеген бойында Абай осы жолы жаңылды ма екен, жоқ па екен деп бір ойланды. Екіншіден, Абайдың танығаны рас болса, Байкөкшенің шабыты қалай серпіп шығар екен деп таңырқай тосады. Өзі де шабытты отты ақын Дәрмен ақындықтың ойда жоқ оқыстан шапшаң тұтанып шыққан кезін өз көзімен көруге әрдайым ынтығады.